Баршаңызға қайырлы күн. Әдеттегі сіздермен бірге менің есімім Шерниязов Болат. Англия жайынан барлық ақпаратты қазақ тілінде бөлісетін, қазір күнде Ұлыбританияның елінің батыс Йоркшир кентінде Лидс қаласында тұрып жатқан азамат. Менің көшіп кеткеніме біраз уақыт болды. Қазір күнде отбасыммен осы мекенде тұрып жатқан жайымыз бар. Көптеген азаматтардың сұрауы бойынша осы видеоларды түсірудемін. Себебі қазір күнде көптеген азаматтар шетелге шыққысы келеді, шетелде тұрғысы келеді, шетелде барып оқып, жұмыс істеп, не болмаса мүлдемге көшіп кеткілері келеді. Ал көшіп кеткен жағдайда қандай болады, әл-ауқаты қандай болады, экономикалық жағдайы қандай, жұмысы қандай, түрлі сұрақтарға менің арнамнан жауап таба аласыздар. Егер бұрын соңды арнаға тіркелмеген болсаңыздар, және де бұл видеоны бірінші рет көріп отырған болсаңыздар, міндетті түрде арнамызға тіркеліп, жаңа жылға дейін менің жоспарым бойынша 1000 адамға тіркеліп кетсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Егер тіркеліп қалған видеоларды көріп кетсеңіз, және оларға видеолар лайықты болса, лайк басып кетсеңіздер, сіздерге сол үшін алғысымды білдіремін. Видеомның тақырыбы бұл азық-түлік, магазиндердегі бағалар қандай, Европада қымбатшылық деп айтып жатыр, Англияда не болмаса өздеріңіз көрген шығарсыздар, дүкеннің сөрелері бос, ешқандай тамақ жоқ деп, бұның барлығына сіздерге кері видео көрсетіп, қандай тамақтар қанша тұратын, және дегі сіздерге қызықты болсын деп, егер 10 000 теңге болатын болса, оған қандай тамақ алуға болады, және дегі тамақтардың тізімін сіздерге салыстырмалы түрде көрсететін боламын. Видеоның ерекшелігі, сіздерге координат ұстап магазинға бармаймын. Барлығын тек қана онлайн заказ береміз, себебі барып магазинға уақыт кетіретін көп адамдардың уақыты жоқ. Ағылшындардың барлығы дерлік онлайн доставкамен үйлеріне ас тамақтарын алғызады. Ал егер сондай доставкамен Қазақстанда болатын болса, ол қандай баға болатын, барлығы мен сіздерге осы видеодан көрсетемін. Сонымен бастайық. Азда деген Ұлыбританиядағы ең атақты супермаркеттер желісі. Бұнда өздері шығаратын тауар және де қосымша басқа сатушылардан, басқа өнім шығарушы компаниялардың өнімдері көрсетілген. Нәскиден бастап тамаққа дейін барлық өнімнің түрлері бар. Шетелде сауда жасау, тауарды алу бас кезінде сізге қиын болады, себебі барлығын теңгені фунтқа немесе евроға, долларға ауыстырып жүресіз. Біраз уақыттан соң сіз өзіңіздің ойыңызды өзгертіп, сол елдің ақшасымен санай бастайсыз. Менде де солай болды. Бас күнде 5000 теңге сауда жасадым, 10 000-ға сауда жасадым, одан соң 50 000-ға деп. Бірақ әр кезде де мен өзім үшін тізбектеп қанша ақшамды қай жерге жұмсағанды жазып жүрем. Бұл өте пайдалы және өте керек, себебі отбасылық жоспарды жасау үшін, және дегі бір жаққа саяхат жасайтын болсаңыздар да артық ақша ешқашанда артық болмас, оны басқа қалтаға салып қою керек. Мына видеода мен 13 түрлі азық-түліктің базовый тамақтардың тізімін жасадым. Онда макарон, ет, күріш, картоп, жұмыртқа, нан, сүт, май, қант, шай, нан, май, осылардың тізімін жасадым. Бұнда барлығын санаған кезде 13 позиция болды. Бірнеше магазиндер бар, ол жердің арасына салыстырып қарап арзанын алуға болады, бірақ мен сіздерге салыстырмалы түрде көрсетіп отырмын. Бұндай бірнеше магазиндердің қосымшалары бар, олар арқылы тізбектеп жазып онлайн заказ тапсырыс беруге болады. Бірақ жеңіл болу үшін бір супермаркет күйінде алып отырған жайым бар. Қазақстанда біздің азық-түліктің дәмі ерекше, басқа және де натуралды, әлде қайда. Нанды айтсам болады, еттің дәмін айтсам болады, бұл ешқай жерден жоқ. Ойламаңыздар, шетелде барлығы идеальны, барлығы тамаша, барлығы күшті, ойбай мені біреу күтіп отыр деп. Ешкім ештеңге дайын бермейді, әрдайым да оның
бағасы бар, құны бар, бірақ та сол құнды сіз қаншалықты дайынсыз төлеуге. Сонымен 18-де 15 деген фунт шықты. Ал кеттік. Егер сізде Magnum, атақты Magnum сауда үйінде сауда жасайтын болсаңыз, Magnum'ды кез келген азаматтар біледі, себебі олардың көп қалаларда өзінің дүкендер желісі бар, Magnum Express дегендер бар, үй арасында орналасқан магазиндер. Сондағы тауарлардың тізімі бізде бір ерекшелігі Magnum'да және де біздің дүкендерде көптеген заттарды килограммда қаптап алуға болатын болса, шетелде ондай дүние болмайды. Себебі шетелдік азаматтар, көбінесе британдықтар өз уақытын үнемдейді, өзінің өміріне деген былай жеңіл қарайды, және дегі дайын тамақты, басқа бір ресторанда барып тамақ ішуді көбірек ұнатады және де көбіне таңдайды. Себебі біздің өзіміз көршілерімізде аптасына 3 уақыт, 4 уақыт рестораннан барып тамақ ішкенді қалайды. Бұл дегеніңіз уақыт үнемдеу болса да, энергия үнемдеу болса да, былай қарасаңыз, бұнда артық шығын шығады дейсіз, бірақ бұл шығындардың барлығы өздерінің табыстарына сәйкес. Егер бізде мысал үшін отбасылар көбінесе үйде тамақтарыңыз барлығы былай адамды тойдыратын, күш қуат беретін, энергияны көп сақтайтын азық-түлік болатын болса, шетелде, Британияда ол жеңіл тамақтар болады, салат, пасталар, және де олар алкогольді ішімдіктерді көп қолданғандықтан, бұлар өздеріне баланс жасайды. Бұл видеода мен көрсеткім келіп отырған дүние, бұл дегеніміз шетелде тұру деген жақсы, шетелде тұрғым келеді, бұл кайф деп, ерекше, жоқ, Қазақстан жаман деген ой емес. Сіздерге тек қана салыстырмалы түрде болсын. Әртүрлі жағдайлармен адамдар көшіп жатады. Біреулер оқуға кетеді, біреулер жұмысқа кетеді, біреулер табыс көзін іздеп кетеді. Соның барлығын егер алып қарайтын болсаңыз, әрдайымда менің ойым, әр қазағым опық жемей, барған жерлеріне, жаңадан барған жерлеріне адаспай дұрыс жолды таба білу. Себебі мен өзім көптеген жерлерге барған кезде, ұзақ мерзімге барсам, бір аптаның ішінде ең көп ақша кетіретін бірінші апта болады. Сол кезде қымбат ресторанға барасыз, сол жерден барып қымбат дүкендерден тамақ аласыз. Соның барлығын мен сіздерге ескеріп, елеп жазып отырған видеом. Тағы да бір айтайын сіздерге, өзімізде барымызды бағалай білейік. Нанның, тұздың, еттің дәмі бізде ерекше. Бұнда өзінің бір иісі бар, күші бар. Бұндайды мен ешқашанда шетелде жеп көрген емеспін. Шетелде азық-түлік бағасы Қазақстандықмен бірдей, бірақ бірдей болғанмен бұлар көбінесе экологиялық жағдайды көбінесе ойлайды, және дегі олардың қоректендіретін азық-түліктері басқа, мысалы үшін дәл сол тауыққа ас беру деген сияқты, бірақ бізде барлығы натуралды. Бізде соның барлығы дәмі ерекше. Ендігі қараңыздар, мен 2 видео жасадым, 2 супермаркеттегі бағаларды салыстырып отырмын. Аздада 18-де 15 фунт шығатын болса, бұл бүгінгінде 10.400 теңгедей шықты. Ал мұна Magnum'да сауда жасағаным менде 10.753 теңге шықты. Бұнда Magnum'да мен 14 позиция таңдадым. Ет пен тауық етін, фарш пен тауық етін бірге таңдадым. Бір өкінішті жайт, егер екі мемлекетте сүргінге бірдей тамаққа ақша кететін болса, бірақ Англияда сіздің табысыңыз Қазақстаннан 5 есе жоғары болатын болса, ең минималдық көрсеткішпен айтқан кезде, сонда бізде өзіміздің табатын ақшамызды көбінесе азық-түлікке беріп отырамыз. Және де статистика бойынша Қазақстанда 40-50%-ымыз 50% жалақының мөлшері асыққа кетеді екен. Сонда барлығын қарасаңыз өкініштағы жайт. Менің басқа видеоларда айтқанымдай, егер мүмкіндіктеріңіз болатын болса, басқа елмен салыстырып көріңіздер әрдайымда. Мен ешкімді насихат жасап отырған жоқпын, үгіттеп отырған жоқпын. Бұның барлығы, тағы да қайталап айтайын, ерекше видеолар. Бұл кім шетелде шығып көргісі келеді.
соның барлығы салыстырмалы, таныстырмалы түрде. Тағы да бір қайталап кетейін, тіркелген болсаңыздар, алғысым шексіз. Тіркелген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Англия жайынан барлығын қазақ тілінде мен сіздермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Болат Черниязов.